Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін каналымда осындай ши бауырсақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Өте тез дайындалады және өте дәмді шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер және видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан өте оңай, қолжетімді заттардан тұратын рецепттерді таба алатын боласыздар. Енді біз осы ши бауырсақтарды дайындайтын боламыз. Бізге керегі ұнды мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Және жылы су. Жылы суымызға 1 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жылы суымызбен барлығын ертіп барып елегеніміз дұрыс. Енді 3 шай қасық қант салатын боламын. Бұл жерде тәттілігін өздеріңіз тәтті болғанын қаласаңыздар, көптеу салсаңыздар болады. Мен 3 шай қасық салдым. Бұл орташа тәттілікте болады. Толықтай араластырып ертіп аламыз сумен бірге. Енді ұнымыздың ортасын ашып, жарты шай қасық ас содасын салып, онымен бірге араластырып алатын боламын. Толықтай араласқаннан кейін осының үстіне дайын болған суымызды құйып, және алдын ала ертіп алған тоң майды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей мен алдын ала ертіп дайындап қойған болатынмын. Ши бауырсақтың ерекшелігі осындай тоң маймен иленгендігі. Өте жұмсақ, тез қатып қалмайды, біраз уақытқа дейін өзінің балғындығын ұстап тұратын болады. Толықтай барлығын араластырып, басында осындай қасықпен араластырдым мен. Одан кейін барып қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын болады. Қалған суды да құйып, толықтай илейтін боламын. Және осыған керекті заттардың, ингредиенттердің керекті мөлшерлерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Описанияға өту үшін осы видеоның тақырыбын бассаңыздар шығатын болады. Мінекей қолыммен қысып отырып, ешқандай ұн қалмайтындай етіп, толықтай илеп алатын боламыз. Мен көрсеткен граммдардан артық қоспаңыздар. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Мінекей қамырымызды толықтай ешқандай арасында ұн қалмайтындай етіп толықтай илеп алдық. Енді осыны жайылуға ыңғайлы болу үшін мен 2-ге бөліп салафанға 10-15 минутқа тындыруға қоятын боламыз. Жақсылап тынған қамырымыз қазір жақсы созылатын болады. Қамырларымыздың тұрғанына 10-15 минут болды. Енді осы қамырдың біреуін алып, енді жаятын боламыз. Қолымызбен ақырындап осылай басатын боламыз. Бұл қамыр жұмсақ болғаннан кейін тез жайылатын болады. Енді осы қамырды пышақпен осылай жіңішкелеп турап шығатын боламыз. Дәл лағманға созғандай етіп созатын боламыз. Мінекей осылай жіңішкертіп созып алатын боламыз. Және де бұл жерде айта кететін зат, сіз қамырыңызды қалай жіңішкелеп созасыз, жаңағы ши бауырсақтарыңызда соншалықты ұсақ болатын болады. Мен осындай орташа етіп созып алдым. Және ши бауырсақтың көлемі де орташа болады, үлкендіктері. Осылай бір қолымызбен ширатып отырып, екінші қолымызбен пышақпен турап шығатын боламыз. Және туралған бауырсақтарымызды орамалға немеске осындай ақ матаға кептіріп қоятын боламыз. Қамырларымыз толықтай туралғанша бір шетінен кеуіп тұратын болады. Мінекей осылай ақ матаға туралған қамырларымызды жайып қоятын боламыз, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Барлығын турап болғаннан кейін
қызып тұрған майымызға аз мөлшерден салып отырып бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Және барлық жер тегіс етіп пісу үшін осылай тоқтамай араластырып тұрғанымыз дұрыс. Сонда толықтай барлық жер бірдей болып, сап-сары болып пісіп шығатын болады. Құрметті көрермен, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген қызыл батырманы басып, тіркеле кетіңіз. Және де сіз қай қаладан боласыз, сіздер ши бауырсақты қалай дайындайсыздар, сонымен комментарияға бөлісе кетіңіздер. Және осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Мінекей бауырсақтарымыз пісіп шықты. Толықтай сүзіп алатын боламыз. Барлығын осылай аз мөлшерден салып отырып, бауырсақтарымызды толықтай пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі және тез дайындалады. Бұл жерде көп уақыт кететін, тек қамырды тураған кезде ғана кішкене уақыт кетеді. Мінекей бауырсақтарымыз толықтай сап-сары болып, қытырлап, дәмді болып шықты. Балаларға жасап берсеңіздер, қызыға және қуана жейтін болады. Өте дәмді. Осы рецептпен бөлістім сіздермен. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналымда видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.